Осыдан 4 жыл бұрын Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі мен Денсаулық сақтау министрлігі, сосын Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамы тарапынан ұйымдастырылған денсаулық пойызы маусым айынан бері облыс пен аудан орталықтарынан шалғай орналасқан елді мекендеріне ат басын бұруда. Құрамында 30-ға жуық медицина қызметкерлері бар бригада мүшелері әрбір тоқтаған елді мекендердегі тұрғындардың денсаулығын жіті бақылап, оларға дер кезінде ем-домдарын ұсынуда. Бүгін олар Сырдария ауданына келіп жетті. Денсаулық пойызының негізгі мақсаты консультативті диагностикалық медициналық көмек көрсету, негізгі ауруларын анықтап, оған емін тағайындап, ем беріп жатыр. Күніне енді бұл денсаулық пойызына 200-300 адамдай келіп көрініп жатыр. Барлық соңғы құрал жабдықтар, енді рентген, УЗИ, эндоскопия, стоматологиялық көмек, электроэнцефалограмма, электрокардиограмма, барлық медициналық құрал жабдықтармен жабдықталған. Сырдария ауданының орталығы Тереңөзек кентіне келген денсаулық пойызы бұған дейін Қармақшы, Жалағаш аудандарындағы ауылдарда болып, тұрғындардың денсаулықтарын көзден өткізген. Дәрігерлердің сөздеріне қарағанда, жалпы алғанда халықтың денсаулығы жаман емес көрінеді. Әрине, адам болған соң араларында сырқат пенделері де кездеседі. Ондайлардың көбісі қаназдық, жүрек қан тамырлары мен өт жолдарында тастың пайда болуы, сосын асқазан, ішек аурулары. Сондықтан ондай науқасы барларға тиісті ем алу үшін жолдама беріп жатырмыз дейді дәрігерлер. Негізінен келіп жатқан науқастарда көп кездесіп жатқан аурулардың көбісі созылмалы холецистит ауруы, созылмалы панкреатит ауруы жиі кездеседі. Сонымен қатар осы Қызылорда өңіріне белгілі бүйректе тұз жиналу ауруы жиі кездеседі. Денсаулық сақшылары күніне 200-300 тұрғын қабылдайды екен. Денсаулығын тексеріп жатқандардың бәрі тынын таппай қызмет көрсетіп жатқан дәрігерлердің еңбегіне дән риза. Бүгін мына ауылымызға денсаулық пойызы келіп көрініп жатырмыз. Қуаныштымыз өте. Жұмыстан қолымыз тие бермейді көрінуге. Барлық кабинеттерден өтіп жатырмыз. Рахмет осындай пойыз шығарғанына. Дәрігерлерге бірінші рет көрінуім, өз денсаулығыма сенбегеннен келіп көрініп жатырмын. Өт жолын тексертіп не қылдым, шамалы қоюланған сұйықтық дейді, терапевтке жіберем деп жатыр. Мына темір жол ауруханасының дәрігерлеріне көптен көп рахмет. Медицинаның соңғы құрал жабдықтарымен жабдықталған денсаулық пойызының дәрігерлері алдарына келген әрбір ем алушыға барынша кәсіби шеберліктерін көрсетіп еңбек етуде. Олар 2 күннен соң Шиелі, Жаңақорған аудандарына табан тірейді. Ізмұрат Құрбанбаев, Берік Байымбетов, Шарайна, Сырдария ауданынан.